Сәлем достар, бүгін сіздермен осылай күшті болып көтеріліп шығатын керемет бисквиттің рецептін ұсынатын боламын. Ол үшін менің арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Егер бисквиттарыңыз дұрыс шықпай жүрсе, міндетті түрде осы рецептпен жасап көруді ұсынамын. Ол үшін алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Жұмыртқа міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Алдымен жұмыртқаны осылай екі бөлікке бөліп аламыз. Ағын бөлек, сарысын бөлек. Ағына ешқандай сары түсіп кетпеуі қажет. Мұқият болып осылай бөліп алыңыздар. Бұл рецептпен мен заказға да алып жүрмін. Енді бисквиттарыңыз керемет шығады. Мінекей осылай барлығын асықпай бөліп алдым. Енді ағуызға жұмыртқаның, яғни ағына шекерімізді салып, миксердің көмегімен бір 7-8 минуттай әппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Шекерді осылай шетінен қосып отыратын боламыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап жоғары қарай жайлап көтеріп отырып осылай миксерлейміз. Мінекей біздің аппақ көбігіміз пайда болды. Енді жұмыртқаның сарысына сұйық майымызды қосамыз, сүтімізді қосамыз. Сөйтіп бір 2-3 минуттай миксерлеп алатын боламыз. Енді осы екі массамызды бір-біріне қосамыз. Сөйтіп жақсылап тағы да миксерлеп аламыз. Барлығы біркелкі араласуы қажет. Одан соң ұнымызға разрыхлителді қосып, илеуіштен міндетті түрде өткіземіз. Осылай 2-3 бөлікке бөліп, миксерсіз лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай осылай асықпай араластырып аламыз. Мен осылай 3 бөлікке бөліп, асықпай араластырып шықтым. Бисквиттің көтерілуіне өте маңыздысы осы жақсылап араласуы. Қараңыздар, біздің массамыз осылай керемет болып шығады. Енді формамызға, менде 20 диаметрлік форма, массамызды құйып, 180 градуста 40 минутқа салып аламыз. Пештің қызуына байланысты қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Мінекей біздің бисквитіміз көтерілді. Осылай шпажканың көмегімен тексеріп аламыз, піспен-піспегенін. Мінсіз керемет рецепті сіздерге ұсынамын. Каналыма тіркеліп, қолдауды ұмытпаңыздар.